Бәріне сәлем. Мені білмейтіндерге, менің атым Жібек. Менің жасым 18-де. Назарбаев университетінің 3-ші курсында компьютер ғылымдар мамандығына оқимын. Осы жыл бойы үлкен тех компанияларда тәжірибе алып жүрмін. Соның арқасында Англия мен Европада саяхаттап, әлем аралауға мүмкіндік алып отырмын. Бәріне сәлем. Соңғы эпизодтан соң маған фидбек қалдырып, өздеріңіздің ойларыңызды білдіргендеріңізге барлығына рахмет айтамын. Ол эпизодтан соң маған фото, видеолар қосып, видеоблог сияқты видео түсірсейші деген ұсыныстар келді. Бірақ осы эпизодта мен айтатын затыма қарап, мен жасап жатқан контент видеоблог емес екенін түсіндім. Сондықтан бүгін қайтадан аудио подкаст ретінде жаңа эпизодпен сіздерге келіп тұрмын. Бұны жай ғана аудио подкаст ретінде қабылдаған дұрысырақ. Сондықтан егер қазір видео көруге дайындалып отырсаңыз, осы жерден тоқтата салғаныңыз дұрыс. Бұндай контентті мен тамақ жасап жатып, үй жинау үстінде, немесе жұмысқа барып қайтқанда тыңдаймын. Және солай тыңдаған қызығырақ деп санаймын. Сондықтан бос уақытыңыз болғанда, көп зейініңізді алмайтын зат жасап жатқанда қайтадан қосуға кеңес беремін. Бұл жай ғана басында кішкентай дисклеймер болды. Қазір эпизодтың өзіне көшсек. Осы эпизодта менің неге үйрену процесін жақсы көретінімді және осы 6 апта бойы қалай қиналып үйренгенімді және менің қазір қандай жеңістерімді тойлап жатқанымды, неге біздің миымыз үйренгенін сондай жақтырмайтынын, бірақ негізінде ол өте пайдалы процесс екенін айтамын. Және ең соңында менің Bloomberg'та жүргенде қандай техникалық болсын, коммуникациялық болсын челлендждерге тап болғаным жайлы және маған сол үйрену процесінде не көмектесетінін туралы сөз қозғайтын боламын. Осылайша сіздерді бүгінгі эпизодтың тақырыбымен қызықтыра алдым деп үміттенемін. Мен бүгін сіздермен менің ең жақсы көретін және тура сондай шамада жек көретін затым жайлы айтқым келеді. Ол үйрену процесі. Және мен оған бөлек бір процесс сияқты қараймын. Мен түбінде оны қатты жақсы көретін сияқтымын, бірақ екеуміздің қарым-қатынасымыз мектепте 7-ші сыныпқа дейін басталды ғой деймін. Мен бастауыш сыныптарда өте тұйық, адамдармен сөйлескенді жақсы көрмейтін, өзімнің сыныптастарыммен қарым-қатынасы өте нашар бала болдым. Қазір артқа қарасам, оның бірнеше себептері болуы мүмкін деп ойлаймын. Біріншісі, мен олардан 1-2 жылға кішірек болдым. Егер 26 және 28 жастағы ересектердің арасындағы жас айырмашылығына қарасақ, ол мүлдем сезілмейді. Және олар бір-бірімен сөйлескенде оның бар жоғын ұмытып та кетеді. Алайда 5 және 7 жасар балалардың өмірге деген көзқарастары, олардың миының құрылыстары өзгешеленеді деп сенемін. Екіншісі, мен ол кезде теледидарды қазақша көретін, және біздің үйде біздің отбасымыз қазақша сөйлейтін еді. Мен сыныптастарым сол кезде таза алматылық болды десем, еш қателеспеймін. Ал ол жылдары орысша сөйлеген сен социалды статусыңды бір емес, бүкіл 5 сатыға көтеретін. Және мен мектептің қазақша болуына қарамастан, бүкіл сыныптастарымның қазақ балалар болғанына қарамастан, бізде орысша сөйлеу кең таралған еді. Осы айтылған 2 себептен болар, мүмкін одан да көп болар. Бірақ мен бастауыш сыныпта өзімді сыныптастарыммен қатарлас деп ойлаған жоқпын. Және маған сабаққа бару өте ауырға түсетін. Осылай сыныпта мен көзге көрініп, репутация жинаудың ең тиімді жолы сабақты 5-ке оқу деген түйінге келгенмін. Оның үстіне менің ата-анам да оған қатты көңіл бөлді. Мұның бәрін неге айтып жатқаным? Осылайша сабақ оқу мен бала кезімдегі досыма айналды деп айта аламын.
Ол кезде оңай еді. Қанша күш салсаң, сондай баға аласың. Мен жарысып есеп шығарып, оқыған ақпараттың негізгі ойын тез табуға тырысатынмын. Ал 5-ші сыныпқа көшкенде менің жақсы оқығаным маған көп социалды үстемдік беретін болды. Мен тіптің кластың старостасына атанып, маған сыныптастарым құрметпен қарайтын болды. Мені сыныптағылар тыңдап, мұғалімдер құлақ салатын болды. Менің ерекше қазақ тілі, орыс тілі, тарих, география апайларым расымен де жаттығу жасаған үшін емес, материалды қаншалықты түсініп, өз ойымда қалыптастырғанымды бағалайтын. Маған бір нәрсе үйрену сол кездің өзінде шығармашылық процесс сияқты көрінетін. Көп оқысаң, көбірек түсінесің. Осы бір заңдылық бастауыш сыныптан кейін де жұмыс істейтін болды. Және бала кезімнен мен жақсы көрмейтін затымды жасамайтын. Өте жалқау болатын. Бірақ тура осы миымдағы заңдылық, яғни үйренуге салған барлық күшің ақталады деген заңдылық, маған сол кезде сабақ оқуға көп көмегін тигізетін. Содан 7-ші сыныпта мен ата-анам РФМШ-ға дайындай бастағанда тура солай қиын болды. Одан да қиынырақ болды десем қателеспеймін. Содан кейінгі жылдарда мен сыныптастарыммен сөйлесіп, РФМШ-да ондай достарым болғанын түсіндім. Ешқандай күш салмай, дайындалмай, грантты ұтып алған балалар да бар еді. Алайда өкінішке орай ма, менің зор қуанышыма орай ма, мен олардың бірі болмадым. Бүкіл 5-ші, 6-ші сыныптың математикасын қайтадан үйреніп, көп есеп шығарып, жылап, тауым шағылып, әйтеуір соңында РФМШ-ға түстім. Одан соңында менің өмірімде бұндай талай оқиғалар болды. Мектепте бүкіл техникалық сабақтар маған қиынға түсетін алғашқы 2 жыл. Сосын техникалық сабақтарды оқу көбірек рахат алып келе бастады. Шынымен де РФМШ-да кез келген тарих, тілдер оңайға түсетін болған соң, маған олар қызық болмайтын. Маған өмір сүріп жатқан сәтте қиын, бірақ соңында көп нәрсе біліп шығатын және миды қозғайтын сабақтар көбірек ұнайтын. Универде де ситуация өзгерген жоқ. Әлі күнге дейін семестр бойы қиналған курстарымды уақыт өте келе сондай махаббатпен еске аламын. Ол аз десеңіз, қатты қинаған және студенттердің сондай қиын затты шығара алатынына сенген профессорлармен өте жақсы араласамын. Және оларды курс біткен соң да жағдайын сұрап барып тұрамын. Универде де маған әрбір алып жатқан курсыма қарым-қатынас сияқты қараған ұнайды. Маған аха, түсіндім деген моменттер көбірек ләззат береді. Ғылымда оған тіпті бөлек термин бар. Ол аха момент деп аталады. Ол біздің миымыздың бірдеңені түсінген кезде бақыт гормондарын бөліну процесі. Менің үйренуге деген қызығушылығымды тыңдап жалығып кеткен жоқсыздар деп ойлаймын. Себебі жұмыстағы нәрселер де тура солай жұмыс істейді екен. Дәлірек айтсақ, менің миым жұмыста да тура солай жұмыс істейді екен. Әрбір стажировкада алғашқы 6-8 апта үйренісу маған өте қиын. Заттарды түсіну, не болып жатқанын және ең бастысы неге болып жатқанын айтып жеткізу ауыр. Гуглда жүргенде тіпті менде неге басында қиналып жүргенімді түсінбедім. Өйткені басқалардың тәжірибесіне қарасам, барлығына оңай түскен сияқты көрінді. Алайда қазір артқа қарап отырсам, ондай қиналған сәттердің немесе бірдеңе білмеген кездердің барлығы естен шығып кетеді екен. Соңында тек қана сенің үлкен жеңістерің есіңде қалып, стажировка туралы толық сезіміңді ғана есіңе түсіре алады екенсің. Осы жерде үйрену процесінің алтын заңы шығады. Өзіңді ешкіммен салыстырмау керек. Бір жерден бір күн естідім. Өзіңнің процесіңді біреудің нәтижесімен салыстырудың қажет жоқ. Расымен де осылай мен біреудің экспириенсін өзімнің тәжірибеммен салыстырған кезде тек қана көңіл күйім түсіп, өзім жайырақ қимылдап жатқан сияқты сезім менің бойымда билеп алады. Ал басында Google'да мен көп заттарды түсінбей, өзім жазған кодыма тест жаза алмай, содан кейін кодымды барлық код базаға сақтау үшін көп уақыт алады деп тауым шағылып жүрді.
Мен жай үйреніп жатырмын, не баяу қимылдап жатырмын деп ойладым алғашқы айда. Сондықтан көп уақытымды сұрақ қоюмен, стажировканың мақсатын және менің мақсаттарымды қоюмен, менторларыммен сөйлесумен және шынында да көп менталды ресурстар құртумен айналыстым. All is well that ends well деген ағылшынша мақал бар. Орысша все хорошо, что хорошо кончается деп айтады. Қазақша баламасын таба алмағанымда айып етпеңіздер. Солай басында салған күшім соңында өз жемісін бере бастады. Шынымен де бір заттарға ерте уақытпен инвестиция құю керек болып шықты. Және ол шешімдер дұрыс болып шыққанын мен заттарды тезірек үйрене бастағанда ғана түсінемін. Бүгін жексенбі және бүгін менің Bloombergтағы стажировкамның 6-шы аптасының соңы болып отыр. Және менің ойымша, осы апта менің корпоративтік өмірдегі ең бақытты аптам деп санаймын. Және осы бір кіріспені менің үйрену процесім қалай жүретінін сіздерге таныстыру үшін айтып отырмын. Ал қазір неге менің осы аптам менің жұмыс істеген өмірімдегі ең бақытты аптам болғанына және мен не заттарды түсінгеніме көшсек. Себебі осы аптада мен командамды, ол жақтағы процестерді, менің проектімді және жұмысты қабылдаған сияқтымын. Өзімді жұмыста сенімдірек сезінемін және басқа инженерларға мәселені оңайырақ жеткіземін. Қандай сұрақтардың жауабын кімнен іздеу керек екенін көбірек түсінемін. Күнімнің қандай сағаттарында жемісті жұмыс істей алатынымды, ал қандай сағаттарында барып шай ішкенін, дұрыс екенін түсінемін. Бірақ мұны қалай сезінгенім қызығырақ хикая секілді. Осы аптада мен осыдан бір ай бұрын болған митингтерде отырып, өзімнің не жайлы айтқанымды қазірмен салыстырып, өзімнің прогрессімді байқай бастадым. Осыдан бір ай бұрын мен өзімнің системаның қай бөлігін түсінбей жатқанымнан хабарым жоқ болса, қазір түсінетін және түсінбейтін заттарымның ара жігін ажырата аламын. 2 ай бұрын C++ программалау тілі жайлы кітапты оқыған түрімді көрсеңіздер. Ананы менен жаман түсінетін адам табу қиын еді, сол сәтте. Ал қазір тура сол кітаптың беттерін ашып, түсініп жатқанымнан өзімнен өзім бақытты болып отырамын. Жұмыста менторыммен және басқа адамдарға менің жазған кодымның дұрыстығын дәлелдеп, олардың себептерін жоққа шығарып, аргумент құрастыра аламын. Және ең басты заттардың бірі жұмыс пен жеке өмірдің арасындағы шекараны сыза аламын. Ол шекараның керек, не керек еместігін, оның қандай болуы керек екені, ол бөлек әңгіме. Бірақ дәл қазір менің жұмыстан бөлек хоббиларым мен қызығушылықтарым барына және олардың маған басқаша бақыт сезімін сыйлайтындығына таң қаламын. Солардың бірі өз ойымды осылай микрофон арқылы бөлісу. Өткен эпизодтан кейін соншама позитив фидбек алып, бір марқайып қалдым. Осыған дейін өзімнің Bloombergтағы стажировкам жайлы айтып жатқаным әлі есімде. Осы стажировкада мен техникалық емес көп коммуникация челлендждерге тап болған сияқтымын. Және тілдік барьер оны тек көбейте береді. Бірақ ол да уақыт өте келе үйрену процесі екен. Жұмыста адамдармен сөйлесуді жаным жақтыртпайтын алғашқы ай. Менен адамдарды жақсы көретін адам табу қиынына кепіл беремін, бірақ ол факты ескере тұра, менің Bloombergтағы алғашқы айымда адамдармен сөйлескен өте күрделі процеске айналатын. Мен техникалық заттарды түсінбей, проектімді түсінбей, коммуникация құра алмайтын едім. Өзімнің ойымды жеткізуге қорқушы едім. Өзімнің идеяларымды ортаға салуға батылдық іздеу керек еді. Бірақ қазір бұл шытырман саяхатпен іспеттес. Осы себептен маған бірдеңені үйренген және өзімнің процесімді көрген ұнайды. Уақыт өте келе саған заттар ләззат беріп, ары қарай түсінуге және білуге қызығушылығың арта түседі. Техникалық заттарды, коммуникация жайлы айтып бастадым ғой. Бұдан бөлек менің Bloombergтағы командамның тағы бір ерекшелігі бар. Ол біз қаржылық продукт жасайтынымыз. Инженер сияқты жұмысыңды дұрыс атқару үшін финансы саласынан кішкене болсын хабарың болуы керек. Ал менің хабарым қанша болды деп ойлайсыздар?
0,0000001. Шынымен мен облигация, опция, сток, риск деген заттардан мүлде хабарым болмақ түгіл, олардың өмірде бары туралы әзер білетін. Бірақ оны да үйренуге тура келді. Басында қызық көрінген, бірақ оқи бассаң басың айналып, ақпараттың көптігі мен оның күрделігінен миы жарылады. Тек қана техникалық заттарды үйреніп, жаңа тілмен жұмыс істеуді үйреніп, жаңа кітапханалармен жұмыс істеуді үйренуден қоймай, осындай қаржы саласы туралы көп жаңа ақпаратты білу, вау, мен миыма деген өте күрделі шок болды. Алайда маған финансыдан да практикалық білім алып жатқанын қазір өте ұнайды. Біздің команданың клиенттері инвестиционный банктер мен регуляторлар. Және біз шын ақпаратпен жұмыс жасаймыз. Қазақстанда универде финансыға 4 жыл оқығанның өзінде финансыды мұндай масштабта практикалық білім алуға студенттердің мүмкіндігі жететініне күмәнім бар. Ал мен күнде клиенттермен сөйлесіп, біздің продукт командамен сөйлесуге мүмкіндік алып отырмын. Бірақ шынымды айтайын, маған қаржы тақырыбы оны үйде бос уақытында оқитындай әзірше ұнамайды. Маған бір күні командадағы өте аға инженер 3 сағат неге ақшаны алтын ретінде жастықтың астында сақтау керектігі жайлы лекция берді. Бұл жай ғана әзіл, бірақ вау, не деген комплекс система десеңізші. Қазір олай қаржы тақырыбын түсіну керек емес. Тек негізгі концептілерді түсінсем жетеді. Алайда мен басында барлығын біліп, қолдануым керек деп паника ұрғаным бар. Басында мүлдем ештеңе түсініксіз болды. Мен жұмыста неге бұл ақпарат менің миыма жетпей жатқанына азаланып отырады. Ештеңе түсінбей жатқанымды, не түсінгенімді де түсінбей жатқанымды қабылдау қиынға соқты. Үйрену жайлы бір жерден мынандай естігенім бар. Менің басында кодингтан қаншалықты қиналғанымды елестету үшін сіздерге бір ғана мысал берейін. Google'да Fubar атты челлендж бар. Егер сен Google'дан программирование жайлы көп ақпаратты іздеп, онымен қызықсаң, саған соңында Fubar атты челлендж берілуі мүмкін. Ол жерде көп есептер шығарып, бірнеше раунд интервьюдан кейін сен соңында Google'ға программист сияқты жұмысқа тұра аласың. Міне, менің Bloomberg'тағы алғашқы аптамда мен программированиенің концептілері жайлы соншалықты көп іздегенімнің дәлелі маған 3 аптадан соң осы Fubar челлендж шықты. Сол кезде мен әбден күлдім. Мен C++ пен Python'нан қиналғанымның соншалықты мен Google'да өте көп ақпарат іздеп, осындай челленджға тап болдым. Бір күні бір жерден осы learning process жайлы, яғни үйренудің 4 кезеңі бар деген теория естігем. Біріншісі, сен өзің не білмейтінді білмейсің. Екіншісі, сен өзіңнің не білетінді білмейсің. Үшіншісі, сәл прогресстен кейін сен өзіңнің не білмейтінді түсіне бастайсың. Ал төртіншісі, сен өзің соңында не білетінді білесің. Басында менде 3-4 апта мен өзімнің не түсінбейтінді түсінбей жүрдім. Және командадағы адамдарға да айтатын. Мен қазір не болып жатқанынан хабарым жоқ, және не түсінбейтінді адамдарға түсіндіре алмай жүрдім. Ал қазір неге үйрену процесі бізге ыңғайлы емес екені жайлы сөйлесе аламыз. ChatGPT-дан сұрап көрсем, ол маған бірнеше себептер берді. Бірақ барлығын түйіндеп келсек, үйрену кезіндегі стресс пен ыңғайсыздық мидағы нейрондардың қалыптасуын тездетеді екен. Қараңыз, атам заманнан стресс ситуация болған кезде біздің организм оны тез есте сақтап қалады екен. Қасқыр шапса, жылдам реакция танытып, қашу керек. Осындай кезде ми тезірек жұмыс істей бастайды. Демек, бүкіл энергиясын соған жұмсайды. Сонда егер бірден үйреніп жатқанда стресске түспесеңіз, ми ақпаратты өте жай қабылдап, өзінің фокусы мен энергиясын сол жаққа беруді дұрыс деп таппайды.
Сондықтан бірдеңе үйреніп, сен білмейтін әлі неше зат екенін түсініп, аң-таң болып, терлеп қиналу мидың жаңа ақпарат қабылдауын тездете түседі. Содан болар үйрену ауыр, бірақ ол өте логикалық процесс. Вау, ChatGPT-ға осы сәтте рахмет. Осынан бірдеңе алып кету керек болса, ол мына инсайт. Қиналу сіздің миыңыз бірдеңені үйреніп жатыр деген сигнал, және ол процестің айнымас бөлігі. Егер миымыз стресске түспей, бар энергиясын соған бағыттамаса, жылдар бірден нәрсе оқып, ақырында ештеңе үйренбей жүре беруге болады. Бүгінгі эпизодта мен өзімнің компаниядағы адаптациямның қиындықтары мен оның жемістері жайлы айтқым келген. Бірақ соңында үйренудің артындағы ғылым жайлы болып кеткен сияқты. Өйткені осы 6 аптаның 5 аптасы мен өте қиналып, дәл қазір сол процестен ләззат ала бастаған сияқтымын. Бірақ үйрену процесі кезінде маған 2 нәрсе көп көмектеседі. Олар біріншісі, неге деп сұрау, осы үйрену процесінің соңғы өнімі қандай және мен қандай болып шығатынымды нақты атап көрсету. Менің мақсаттарымды және менің үйрену процесінің мақсаттарын бір жерге түртіп жазып алу. Екіншісі, өзімнің кішкентай жеңістеріме қуану. Жоғарыда айтқандай, үйрену миға оңай емес. Бірақ егер бақылап, өзімді өткен менімен салыстырып, кішкентай жеңістерімді тойласам, бұл процесс жеңілдей түседі. Және осы эпизодты жазуым да менің осы 6 аптада үйренген hard skillдарым, soft skillдарым және қаржы тақырыбында үйренген жеңістерімді тойлау деп қабылдауға да болады. Және бұл сіз де солай үйрене бастауыңыз керек деген месседж емес. Әркімнің өзіне ыңғайлы жолы барына сенемін. Маған осылай үйренген ұнайды. Басында қиналып, оған бүкіл зейінімді қойып, қиналып, өзімнің не түсінбейтінімді түсінбей, және осы процесті мүмкін драматизациялаған, ал мүмкін романтизациялаған ұнайды. Соңында бұл көп ләззат береді, және өмірге деген қызығушылығым арта түседі. Менің айтарым, кез келген адам өзіне ұнайтын, өзіне ыңғайлы, өзі тез үйренетін үйрену жолын тапса болғаны. Себебі менің ойымша үйрену өте қызық және өзің туралы танымдарға толы процесс. Сондықтан дұрыс майндсетпен бұған қараған, одан көп ләззат алуға мүмкіндік береді. Тек қандай үйрену процесі жүрегіне жақын екен тапса болғаны. Қорытындылай келе, мен бірдеңені үйрену процесін қаншалықты жақсы көрсем, соншалықты жек көрем. Айтпақшы, студент болғанда IT-дегі корпоративтік өмірді қатты романтизациялағанымды түсіндім. Және жаз бойы содан қиналдым. Алайда Google-да жүргенде мен менторларым үнемі бұған үйрену процесі сияқты қарау керек. Стажировканың мақсаты соңында проектті бітіру емес, осы жерден бірдеңе үйреніп шығу, өзіңнің үйрене алатын скиллыңды арттыру деп айтып отыратын. Жайлы айтып жатыр едім. IT-дегі корпоративтік өмірді қатты романтизациялағаны жайлы. Менің ойымда корпоративті жерде жұмыс жасау, жұмыстан ләззат алу дегенді білдіретін. Бірақ өмірдегі әр нәрсе сияқты ол тегін келе салмайды екен. Бұл да үйрену процесі екен түсіндім. Оған өзің жұмысыңды жақсы көру, ондағы жақсы заттарды бақылау, өзіңнің прогрессіңді бақылау, жетістіктеріңе қуану жатады. Bloomberg-тағы 6 аптаның 5 аптасы осылай адаптациямен өткенін тек қана осы аптада түсіндім. Және оның біткеніне өте қуандым. Дүйсенбі күні үстеліме келе салып, өзімді өте бақытты сезіндім. Күні бойы болған митингтардан және қарбалас жұмыстан ләззат алып отырдым. Жасап жатқан проектімнің қайда бара жатқанын және келесі қадамдары қандай екенін нақты білуден асқан ғанибет зат жоқ шығар. Өзімнің айтқаныма көз жүгірсем, қазір менде жұмыста кішкене болсын белгілі заттар бар. Бұрынғыдай адамдардың рөлі, менің проекттағы рөлім, менің командадағы рөлім әлі шешу үстіндегі белгісіздік сияқты көрінбейді. Және бұл мен үшін
үлкен жеңіс. Осы подкастты бастар алдында бір күні болмасын бір күні мен өзімнің ең жақсы көретін нәрсем үйрену жайлы эпизод түсіргім келген. Және менің ойымша осы апта осы туралы айтылу керек болды деп сенемін. Бұрында қанша тәжірибең болса да, жаңа жерге сіңісу және оның заңдарымен ойнап үйрену қиын екен. Менің ойымша, ол болашақта бұл процесс жылдамдар, бірақ оған да кепіл жоқ. Менің Bloombergқа келгенде менің алғашқы шешкен мәселем тіпті код жазу емес еді. Маған әртүрлі командадағы адамдармен сөйлесіп, инженерлермен ақылдасып, менеджерімді көндіріп, осы стажировкада істейтін проектті тауып, сосын оның шешу жолдарын ойластыру керек еді. Бұл hard skillстан бөлек көп soft skills талап етті. Және басында маған ол нәрсені қабылдау өте ауыр болды. Бірақ жаңа айтқанымдай, кез келген үйрену процесіне спринт сияқты емес, марафон сияқты қарап, жолда болып жатқан заттардан көбірек ләззат алуға тырыссақ, бұл процесс кішкене болсын азырақ стресс алып келетініне сенемін. Айтпақшы, тек стресс емес, қорқыныш, мазасыздық, ол жайлы тым көп ойлау сияқты эмоциялардан арылуға көмектеседі. Айтпақшы, менің бірінші курс бітіретін кезде, риторика дейтін сабақ алған кезде, яғни жазу класстарын алған кезде, менің соңғы финалдық эссем осы тақырыпқа арналған болатын. Мен бір мақсатқа жету кезінде соңғы мақсатқа ма немесе процеске көбірек көңіл бөлу керек тігі жайлы эссе жазған. Және сол кезде эссе жазарда әртүрлі ғалымдардың жазбаларын оқып, статистикаға сүйеніп, мынандай қорытындыға келген болатын. Ол мақсатының анық болып, процеске көбірек көңіл бөліп, мотивацияны іштен іздеу керек деген қорытынды еді. Ал бүгін сол теорияның практикалық мысалын өз өмірімде де көріп отырмын. Осыны жазып жатқанда тағы бір нәрсе есіме түсті. Мен стажировка кезінде командамның өте бір қызық периодына түсіп қалған екенмін. Мен келген кезде командада тағы бір жаңа инженер пайда болып, біздің командамыз ақш федерациясының берген кейсіне есеп шығарып, өзінің продуктілерін дәлелдеп жатты. Сондықтан осай тек маған ғана емес, менің бүкіл командамға өте стресспен өткен қарбалас ай болып есептеледі. Сондықтан болар, мен көп нәрсе үйрене алдым, бірақ ол оңай процесс болды деп айта алмаймын. Бүгін біз Лондондағы дизайн музейге бардық. Және сол кезде менің досым мен дұрыс үйреніп жатқанын қалай білемін және бұны қалай білсек екен деген сұрақ қойды. Және менің ойымша, өзіңнің үйреніп жатқаныңды, бірдеңе түсінгеніңді тек қана уақыт өте келе түсінуге болады. Сондықтан күш салып, оның соңында ақталатынына сену керек секілді. Ал Лондонда жаңа жылға қызу дайындық басталды. Көшелердің барлығы түрлі түске жанып, гирляндалар әдемілеп тізіліп, жаңа жылдың немесе кетіп бара жатқан ескі жылдың жақындағанын білдіріп отыр. Ал қазір қоштасатын уақыт келген сияқты. Барлығына осы аптаға сәттілік және керемет көңіл күй тілеймін. Келесі кездескенше.